Құрметті достар, мынау көп жағдайда ерлердің арасында көп қойылатын сұрақтардың бірі алкоголь мен осы темекінің және нашақорлықтың осы еркектің денсаулығына қандай кері әсері бар. Былай тоқтап айтатын болсақ, ерлердің жыныс мүшесіне, сонымен қатар рух сапасына әсері бар ма? Бар болса, қалай әсер етуі мүмкін? Тақырыпты бастамас бұрын, достар, біздің каналға колокольчикті басып, тіркеліп алыңыздар, уведомление келіп тұрады, біздің жаңадан шыққан видеоларымызды жібермеңіздер. Олай болса, мына тақырыпқа оралатын болсақ, көп жылдарда енді әрине біз зиянды әдеттердің көпшілігі осы еркектің денсаулығына зияны бар дейміз. Барын біле тұра көп жағдайда біз қолданамыз. Неге? Әдетке айналып кеткен. Болмаса мынау стресстен шығу мақсатында, жұмыстан шаршағанымызды басу мақсатында осы әдеттерді жиі қолданамыз. Олай болса, бірінші темекінің зияны туралы айтып кетсек. Яғни темекі никотин. Яғни никотин қосылғаннан кейін бұл ағзадағы мидың улануына, еркектің өзінің жақсы сезінуіне алып келіп жатады. Соған біз рахаттанып, бірақ осы себептердің кері әсерлері бар. Ол мына тыныс жолдары арқылы өкпеге түседі. Бізде өкпеде альвеолалар бар. Альвеолаларға түсу арқылы ол жердегі ұсақ қан тамырлардың бойына осы түтін өтеді. Ол бірінші өкпенің ішін зақымдап қана қоймайды, сол түтіннің барлығы шлак болып өкпенің қабырғасына жабысу арқылы қан тамырға осы токсиндер тарайды. Осы токсиндердің ағзаға түсу қан арқылы әрине ол басқа жақтың барлығына барады. Төмен жаққа түсетін болса, мынау әртүрлі аяқтың ауруларына, тамырлардың бітелуіне, инфарктқа, инсультқа алып келіп жатады. Ол әрине бірден әкелмесе де біртіндеп уақыттың арасында осы қан тамырының бойында қанның ағысының төмендеуіне алып келеді, қанның қойылуына алып келеді. Осы арқылы біздің ағзаға кері әсерін тигізеді. Екінші, осы жыныс жолдарына түсетін болса, әрине жыныс жолдарында қан тамырлар бар. Осы жыныс жолдарында қан тамырлардың бітелуі әрине еркектің қабілетін түсіреді, еркектер дисфункцияға алып келеді. Екінші, ол төмен қарай түсіп, мынау қан айналу арқылы ұрықтың сапасына әсер беретін болса, әрине еркектің ұрықтың подвижностін, яғни сперматозоидтың подвижностінің төмендеуіне алып келеді, морфологиясының бұзылуына, яғни ұрықтың дұрыс болмауына, бастың жұлынып кетуіне, құйрығының оратылып қалуына осы алып келетін бірден бір зиян ол темекі. Екінші, мынау алкоголь қалай әсер етуі мүмкін? Екінші бір жағын айтатын болса, алкогольдің ағзаға түсу арқылы эйфория, яғни адам мысалы не істеп не қойғанын білмей жатады. Адамның миының улануына байланысты, әрине екінші қанның қойылуына байланысты еріктік қабілеттің төмендеуіне ол да бірден бір себеп осы алкоголь болып табылады. Яғни кейбір жігіттер айтып жатады, алкоголь ішсем мен жақсы болып кетемін, болмаса айтады, біреу айтады, мен алкоголь ішсем менде наоборот бәрі слабый болып қалады, бәрі дұрыс емес болады дейді. Ол әрине бұл уақытша ғана сізге әсер етуі мүмкін. Арғы жағы бұл бауыр, яғни бауырда барлық біздің түскен тағамның барлығы фильтрацияланады. Осыған байланысты алкоголь түсетін болса, бұл бауырымыздың ішіне май басуы, болмаса инсулин гормонының бұзылысына алып келуі мүмкін, инсулин резистентностьқа алып келеді. Сонымен қатар бізді ағзадағы артық салмақтың жиналуына алып келеді. Алкоголь ішкеннен кейін әрине тәбет ашылады. Тәбет ашылғаннан кейін бұл әрине өзіне керекті емес заттарды, яғни тағамдарды жеп қою арқылы ағзаға әртүрлі холестериннің көбеюіне, сонымен қатар бізге керек емес майдың түсуіне алып келетін себеп осы болып табылады. Егер де ағзаңызда осы таза ұстағыңыз келсе, ұзақ өмір сүргіңіз келсе, әрине осы зиянды әдеттерден бас тарту керек. Осы себептерден бас тарта алмай жүрген жігіттер бар. Әрине оны арнайы мамандар бар, психологтар жұмыс жасайды, психотерапевттер жұмыс жасайды мысалы. Осы мамандарды егер өзіңіз шамаңыз келмесе, осы мамандарға жүгініп, әрқашанда денсаулығымыздың таза болуына, әрқашанда біздің жасымыздың ұзақ жасауымызға осы зиянды әдеттерден арылатын болсаңыз, міндетті түрде сіздің жасыңыз ұзаққа барады. Сізде инсульт болмайды, инфаркт болмайды. Деніңіздің сау болуы сіздің осы зиянды әдеттеріңіздің болуына байланысты болады. Егер де денсаулықтың дұрыс болуына жағдай жасайтын болсаңыз, ол әрине сіздің осы зиянды әдеттеріңізден арылуыңыз. Денелеріңіз сау болсын. Бүгінгі информациям сіздерге пайдалы болса, астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Аман, жақсы жүріңіздер.